Сәлеметсіздер ме, құрметті менің YouTube каналымның көрермендері. Мен сіздермен қайтадан қауышқаныма өте қуаныштымын. Сіздерді мен жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылда табыстарға жете беріңіздер. Үйлеріңізде тек қуаныш болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Менің сіздерге айтайын дегенім, тамағым кішкене қарылып тұрса да, бірақ сіздерге айтқым келіп тұр. Алдарыңызда тұрған гүлдің аты бұл бугенвилия деп аталады. Жалпы бұл бугенвилия гүлін мен бірінші рет өсіріп жатырмын. Бұл гүлді маған жаз мезгілінде шымкенттік әпкеміз Зейнеп ханым сыйға тартқан болатын. Мінекей осындай әдемі гүл. Зейнеп әпке, сізге көп рахмет. Гүліңіз маған өте қатты ұнады. Бұл гүлді маған кішкентай отростық кезінде берген болатын. Маған келгеннен кейін ары қарай осылай өсірдім. Бұл өсімдіктің гүлі маған ерекше ұнады. Бұл гүлді көбінесе ыстық аймақтарда далада өсіреді екен. Ал суық аймақтарда үйде өсіріп, әдемі етіп, шайқалтып, құлпыртып өсіреді екен. Түркия елінде бұл кәдімгі ағаш болып, үлкен болып өседі екен далада. Бұл гүліне осындай болып, ең бірінші гүлі осындай кішкентай болып тұрады. Одан кейін қызарып, яғни әртүрлі сорттары бар. Бұның қызыл, сары, ақ, неше түрлі сорттары бар. Қазіргі сіздердің алдарыңыздағы бұл розовый түрі. Мен бұл гүлді әрі қарай көбейту мақсатында қалемшелеп қойып жатырмын. Оны да алдағы уақытта көрсетемін. Яғни сабағынан қиып алып, ылғалды топыраққа салып қойдым. Жарық жерді ұнатады, күннің көзін топырағы құрғап қалмау керек. Бұлай терезенің алдында тұрған кезде топырағы құрғаған жағдайда бұл жапырақтарын, гүлдерін тастап қояды. Мінекей бұл әдемі ерекше гүл. Сіздермен осы ерекше әдемі гүлді бөліскім келді. Мені тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы бугенвилия гүлін өсірулеріңізге кеңес беремін. Әр гүлге қарап, оның гүл ашқанына қарап, демалған қандай жақсы.